Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бәрінің сүйіп жақсы көретін тағамы пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Қамырының өзі қандай керемет, жұмсақ. Ал қоспасын өзіңіздің қалауыңыз бойынша дайындауға болады. Ал бүгін менде пицца пепперони, бірақ менде пепперони емес, халал колбасамен. Бізге қажетті заттар бұл 300 грамм ұн, 190 грамм су, 22 грамм балғын дрожжи және 10 грамм тұз, 10 грамм қант және 2 үлкен қасық оливковый сұйық май. Бөлек ыдысқа суымызды құйып аламыз. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Қатты ыссы да емес, себебі дрожжиміз өліп қалуы мүмкін, салқында болмау керек. Оның үстіне міндетті түрде балғын свежий дрожжимізді саламыз, себебі қамырымыздың көтерілуі осы дрожжиға байланысты. Оның үстінен 10 грамм қантымызды салып, бір үлкен қасық ұнды сеуіп, араластырып, жақсылап, комоктарын кетіріп, оның бетін жауып қоямыз. Міндетті түрде жылы жерге қойып, 5-10 минуттай күтетін боламыз. Апарымыздың көтерілуіне уақыт қажет. Он минуттай уақыт өтті, қанекей ашып көрейік. Мінеки апарымыз осындай болу қажет, бұл дрожжиміз балғын екенін білдіреді. Ендігі кезекте ұнымызды алып, осы апарымызды үстінен құямыз. Келесі оның үстінен 10 грамм тұзымызды ұмытпаймыз. Және келесі оның үстіне 2 үлкен қасық оливковое масло, яғни оливки сұйық майын құйып, араластыратын боламыз. Алғашында қасықпен жақсылап араластырып аламыз, содан кейін қолмен илейтін боламыз. Қамырыңыз кішкене жабысқақ болып жатса, үстінен тағы да құттай ұн салуыңызға болады, бірақ көп салып жібермеңіз. Өзі сондай кішкене жабысқақ болу қажет. Бір келкі болғаннан соң 5 минутқа қамырды бетін жауып қоя тұрамыз. Қамыр кішкене демалу қажет. 5 минут өткеннен соң тақтайшамызға ұн сеуіп, ыдысымыздан қамырымызды шығарамыз, үстінен ұн сеуіп, дөңгелектеп ортасынан 2 бөлікке бөлеміз. 2-ге бөлінген қамырды жақсылап илеп, ортасына жинақтап, 2 әдемі дөңгелекше қамыр дайындап қоямыз. 2-ге бөлген себебіміз 2 пицца дайындайтын боламыз. Шамамен ұзындығы 30 сантиметрдей. Келесі қамырымыздың үстін жауып, жылы жерге қоямыз, көтерілуін күтетін боламыз. 2 есе көтерілу қажет. Аз дегенде 40 минуттай тұру керек, немесе 1-1,5 сағаттай жылы жерге қойып қоюыңыз керек. Қамырымыз көтеріліп жатқанда қоспасын дайындайтын боламыз. Мен қызанақты жұқа қылдырып турап дайындадым. Келесі колбасамызды да солай жұқа қылдырып турап дайындаймыз. Одан соң ең басты ингредиент бізде моцарелла сыры. Сырды, яғни ірімшікті теркадан өткізетін боламыз. 1,5 сағат өтті, қамырымыз көтерілді. Мінеки қандай керемет тамаша болып көтерілді. Енді осының біреуін алып мен пицца дайындайтын боламын, екіншісін кешке балдармен бірге дайындайтын боламыз. Қамырымызды бірден противенге жаятын боламыз. Противеннің үстіне пергамент қағазын төсеуіңізге болады. Менде бітіп қалғандықтан тефлоновый коврик төседім. Пергамент қағазы жоқ болған жағдайда противеннің үстіне кішкене сұйық майын жағып жіберсеңіз, пиццаңыз жабыспайтын болады. Қамырымызды видеодағыдай саусақтарыңызбен жұқартып жаятын боламыз.
Міне осылай қамырымызды үлкейтіп алатын боламыз. Ендігі кезекте шанышқыны алып кішкене қамырды тесіп жібереміз әрбір жерден. Пиццамыздың қамыры дайын. Ендігі кезекте соусын жағамыз. Соустың орнына мен кетчуп жаққан болатынмын. Мендегі кетчуп шашлычный. Кейбір кезде майонезбен араластырып та жағып жатады. Бұл енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Соусымыздың үстіне қызанақтарды салып шығамыз. Оның үстінен сырымызды себеміз. Сырымыз бізде моцарелла сыры. Негізі пиццаға моцарелла сырын алған жақсы, себебі басқа сырлар сияқты күйіп, қарайып кетпейді. Келесі кезекте біз колбасамызды саламыз. Және оның үстіне сырымызды саламыз. Сырымызды аямай көптеу қылдырып саламыз. Духовканы қыздырып қоямыз. Пиццаны қызып тұрған духовкада 180 градуста 5-10 минуттай пісіреміз. Сіздің пешіңізге байланысты. Оны қалай тексереміз? Пиццамыздың асты сарғайғанда кішкене пиццамыз дайын болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Балдарыңызды қуантып. Менің видеом ұнап жатса, менің рецептім бойынша пісіріп жатсаңыздар, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Лайк басып, менің парақшама тіркеліп отырыңыздар. Парақшамда өте керемет дәмді тағамдардың неше түрі бар. Парақшама кіріп, менің басқа да рецепттерімді көре отырсаңыздар, өте риза болар едім. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.